Саламатсыңдар ма, студенттер, әріптестер? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Қазір біздерде математика сабағы. Математикадан сабақ беретін Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің математика пәнінің мұғалімі Гүлбаршын Өтеғұллақызы. Сабағымыздың тақырыбы цилиндр, конус, қиық конус, олардың осьтік қималары. Сабақтың мақсаты айналу денелері цилиндр, конус, қиық конус шардың анықтамасын, оның элементтерін білу, оларды жазықтықта кескіндей алу, айналу денелерінің элементтерін табуға есептер шығару. Мақсатымыз түсінікті ме? Сабақты бастамастан бұрын қолымызға төрт бұрышты нәрсемізді алайық. Мейлі ол сендердің қазір қолданып отырған дәптерлерің болсын, алдарыңда кітап жатса болады, А4 қағаз болса да, кез келген төрт бұрышқа ұқсас нәрсені алайық. Бұлары бәрімізде. Қағазды сол төрт бұрышты дәптеріміздің бір қабырғасын ось ретінде алып, айналдырайық. Пайда болған айналу денесін атап көрейік. Бұлары не пайда болды? Шеңбер, жадыра, цилиндр. Цилиндр пайда болған екен. Жаңағы төрт бұрышымыздың табаны шеңберді, не болмаса дөңгелекті бейнеледі. Ал жалпы айналу денеміз цилиндр деп аталады екен. Төрт бұрыштың АО және ОВ қабырғалары параллель жазықтықтарда жататын тең дөңгелектер жасайды. Бұл дөңгелектер цилиндрдің табандары деп аталады. Цилиндрдің екі табаны да дөңгелек болады. Суреттен көріп тұрмыз ғой да? АВ, О1 тік төрт бұрышы, жаңа қолымызға ұстаған тік төрт бұрыш сияқты. АВ қабырғасы цилиндрдің осіне параллель болады. Ол цилиндрдің жасаушысы деп аталады. Қарайық, АВ қабырғасы. Және цилиндрдің бүйір беті деп аталатын қисық бетті жасайды. Жасаушының ұзындығы цилиндрға биіктікте болып табылады. Суреттен көріп отырғандарыңдай, АВ жасаушысы мен О1 биіктігі бір-біріне тең. Цилиндрдің табандарын жасайтын жазықтықтар. Екі жазықтық бір-біріне параллель әрі тең болады. Жаңағы айтқанымыз сияқты цилиндрдің табаны дөңгелек. Екі дөңгелектің әрбір нүктесін қосатын кесінділер жасаушылары деп аталады. Енді цилиндрді жазықтықта жасалуын көрейік. Тік төрт бұрышымыз А, В, С, Д нүктелерімен белгіленген. Айналдырдық. Табаны екі дөңгелек, жасаушынан құратын цилиндріміз пайда болды. Цилиндрдің негізгі элементтері дәптерімізге түртіп жазып отыруымызға болады, не болмаса қарап отырсаңдар да болады. Дөңгелектер цилиндрдің табандары деп аталады. Екі дөңгелек. Дөңгелектің радиусы ОВ, не болмаса О1С, цилиндрдің радиусы деп аталады. Дөңгелектердің сәйкес нүктелерін қосатын кесінділер цилиндрдің жасаушылары. Мына суретте АД және ВС кесінділерімен көрсетіліп тұр. Цилиндрдің биіктігі жазықтықтардың ара қашықтығы. О1 кесіндісі. Цилиндрдің осі табандарының центрларынан өтетін түзу. О1 түзуі. Бұл цилиндрдің негізгі элементтері. Цилиндрдің жазбасы. Көріп отырғанымыздай, цилиндрдің жазбасы екі дөңгелектен, жоғарғы және төменгі табаны және бүйір бетінен тұрады. Бүйір беті тік төрт бұрыш.
Ақжан, микрофондарыңды айыртсаңдар. Әсем. Цилиндрдің элементтерін, жалпы айналу денесінің элементтерін есептеу үшін біздерге бұрыннан білетін екі формуламыз қажет бар. Бірінші формуламыз шеңбердің ұзындығы С тең болады 2πr. Екінші формула дөңгелектің ауданы S тең болады πr квадрат. Осы екі формуланы қолданып, біздер есеп шығаруымызға болады екен, айналу денелерін есептеген кезде. Түртіп жазып алайық дәптерімізге. С тең болады 2πr, шеңбердің ұзындығы S тең болады πr квадрат, дөңгелектің ауданы. Неше шықты Әсем? Жақсы, 2,4, 3-ке жақын сан шығу керек егерде дұрыс есептейтін болса. Жаңағы шеңбердің ұзындығы 2πr дедік. Солай ма? 2πr дедік. Сонда кез келген шеңбердің ұзындығын оның диаметріне бөлетін болсақ, π деген тұрақты сан шығады екен. Презентацияға назар аударайық. Геометриялық денелердің жазбалары сол жағында геометриялық денелер көрсетілген, оң жағында жазбаларды сәйкестендіре қояйық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы сурет. Оң жағында бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы сурет. Так, Әсем, бірінші сурет сол жағындағы жазбасы оң жағында нешіншіге келеді? Үшіншіге келеді, жақсы. Ломара, екінші сурет сол жақтағы оң жағында нешінші суретке келеді? Шатысқан сияқтымыз. Үшінші сурет сол жағындағы. Екінші суретке тең. Төртінші сурет сол жақтағы. Оң жақтағы қай суретке келеді? Алтыншы суретке келеді. Бесінші сурет сол жақтағы. Бесінші суретке келеді. Алтыншы сурет сол жақтағы. Суретте көрсетілген жазбаның ауданы есептейік. Көріп отырғанымыздай тік төртбұрыш, екі дөңгелек. Тік төртбұрыштың ені 5 см. Ұзындығы не болады деп ойлаймыз? Жадыра? Ұзындығы тік төртбұрыштың неге тең? 2 дөңгелектен 3 см ма? 3 см бұл не? Дөңгелектің радиусы, я? Сонда мұна ұзындық неге тең болады? 3-тің квадраты ма? Жаңағы жазып алған формуламыз. Мұна πr квадрат па? Ол дөңгелектің ауданы, солай ма? Ол ма дөңгелектің ауданы болады? S тең болады πr квадрат. Ал мына тік төртбұрышымызды айтып жатырмын. Тік төртбұрыштың ені 5 см, ұзындығы 5-ті көбейтеміз нешеге? Мына ұзындығы неге тең? Ені 5-ке тең тік төртбұрыштың, солай ма? 5 см-ден жазып отыр. Ал ұзындығы енді мына шеңберіміздің нешіне тең болады? Ұзындығына тең болады. Шеңбердің ұзындығына. Шеңбердің ұзындығының формуласы жаңа не болды? 2πr. R нешеге тең?
3-ке тең. Сонда тіктөртбұрыштың ұзындығы нешеге тең? 6 пиға тең. 6 пиді нешеге көбейтеміз? Пимен шығара берейік. Жоқ. Пидің сан мәнін алмай-ақ қояқ деп жатырмын. 6 пиді көбейте, 6 пи мына тіктөртбұрышымыздың ұзындығы болды, солай ма? Ені нешеге тең? 5-ке тең. Сонда мына тіктөртбұрыштың ауданы неге тең? Ұзындығы мен енінің көбейтіндісен 6 пиді нешеге көбейтеміз? 5-ке көбейтсек қанша? 30 пи. Мына тіктөртбұрыштымыздың ауданы 30 пи сантиметр квадрат екен. Ал мына дөңгелектің ауданы 9 пи. Неше дөңгелек бізде? 2 дөңгелек. Аудан нешеге тең сонда? 18 пиға қосамыз нешіне? Қанша болады екен? 48 пи сантиметр квадрат. Сонда жазбаның ауданы 48 пи сантиметр квадратқа тең болады екен. Келесі есебімізді қарайық. Өлшемдегі суретте көрсетілген шляпаның сыртқы бетінің ауданы. Көріп тұрмыз ба? Бұны енді ауызша қарайық. Неше дөңгелек бізде? Шляпаның ауданы тауыш. 2 дөңгелек. Бірінші дөңгелек төбесі деп қарайтын болсақ, төбесінің радиусы нешеге тең? 20 сантиметр ол. 20 сантиметр диаметр оларды. Радиусы сонда 10-ға тең. Астыңғы дөңгелектің радиусы нешеге тең болады? 20-ға тең. Биіктігі 10-ға тең. Бұл шляпаның сыртқы бетінің ауданы есептеуімізге бола ма? Жаңа суреттегі сияқты 2 дөңгелектің ауданын бөлек табамыз. Содан кейін бүйір бетінің ауданын қосамызды, үшеуін қосып есептейміз екен. Цилиндрдің қималарына қарайық. Цилиндрдің қимасы бірінші суретте көріп отырғанымыздай, егер цилиндрді ось арқылы қиятын болсақ, бірінші суретте O1 ось арқылы қиятын болсақ, қимамыз тік төртбұрышқа деген. A1, V1, V. Қызылмен көрсетіліп тұр. Көрдік па? Тік төртбұрыш. Егер де цилиндрді қимасын цилиндрдің бетіне қарай жақындататын болсақ, бүйір бетіне қарай жақындататын болсақ, тік төртбұрышымыз осьтік қимаға қарағанда кішірейеді. Себебі шеңбердің хордасы кішірейеді. Үшінші суретте цилиндрді көлденеңнен қиятын болсақ, жазықтықпен, альфа жазықтығымен, цилиндрдің қимасында не пайда болып тұр? Жадыра? Дөңгелек шығады. Цилиндрдің табанына тең дөңгелек болады. Ал егерде цилиндрдің қиманы біздер перпендикуляр емес жазықтықпен қиятын болсақ, оның қимасында эллипс пайда болады. Төртінші сурет. Цилиндрдің жасаушысы арқылы өтетін жазықтық цилиндрға жанама жазықтық деп аталады. Ветті жазықтық. Бұл суретте күнделікті өмірде кездесетін бізге цилиндрдің мысалдары. Цилиндрді жанармай бекеттерінде тасымалдау үшін қолданылады. Ыдыстар түр болады екен, цилиндр тәріздес. Щетка цилиндр тәріздес болады екен. Труба құрылыста да қолдануға болады екен, күнделікті өмірде. Шляпа. Екінші бір айналу денеміз конус. Тарихқа үңілетін болсақ, конус гректің шыршаның дәні дегенді білдіреді екен. Адамдар конусты баяғы заманнан бері таныс болған. 1960 біздің эрамызға дейінгі 287-212 жылдарға дейін әдіс туралы кітабында Архимед цилиндрлардың қиылысқан көлемдерін табу ережелерін жазған.
Бұл еңбекті пайдаланып, 2 ғасырдан кейін Демокрит пирамида мен конустың көлемдерінің формулаларын тапқан екен. Конус грекшеге аударған кезде шыршаның дәні деген сөз. Цилиндрді айналу денесі тік бұрышты, үш бұрышты бір катетін ось ретінде алып айналдырсақ, цилиндр пайда болады. Цилиндрдің төбесі және бір табаны болады екен. Конустың негізгі элементтері. Конустың М нүктесі конустың төбесі деп аталады. О конустың центрі. МА кесіндісі конустың жасаушысы, цилиндрдің жасаушысы сияқты. МО конустың биіктігі. АО конустың радиусы. ВЦ конустың диаметрі. МВЦ үшбұрышы конустың осьтік қимасы тең бүйірлі үшбұрыш болады. ВМЦ бұрышы қимасының ішкі бұрышы. МВО бұрышы конустың жасаушысының табан жазықтықпен арасындағы бұрышы. Конустың жазбасы. Конустың жазбасы дөңгелек сектор және табан дөңгелегінен тұрады. МВО бұрышы жазбаның бұрышы деп аталады. Қиып конусты қарайтын болсақ, қиып конус деп трапецияны H катеті арқылы айналдырсақ, қиып конус шығады екен. Қиып конуста көріп отырғанымыздай, 2 дөңгелек, бірақта 2 дөңгелек бір-біріне тең емес, ұқсас дөңгелектер деп аталады. Үйге тапсырманы мен сендерге классрумнан беремін. Сәйкестендіруді болса, үйге тапсырманы мен сендерге классрумнан бердім. Содан тапсырмаларды орындап, жаңағы шығарылған есептерді қарап, презентацияны қарап, кері жібереміз. Бүгінгі сабағымыз туралы рефлексия. Әсем айтауын. Бүгін мен не білдің? Әсем? Рефлексия. Бүгін мен сабақта нені білдім? Не қызықты болды? Не қиын болды? Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге берген тапсырманы орындаймыз. Түсініксіз жерлері болса, тағы да қарап толықтырамыз. Рахмет сабаққа қатынасқандарыңызға.